Біз өмір сүріп жатқан қоғамда парақорлықтың түп тамыры тереңге кеткен. Адамдар неге пара алады? Бұл сұраққа жауап іздеу үшін ең алдымен адам табиғатын, қоғамның құрылымын және тарихтағы жемқорлықтың дамуын түсінуіміз керек. Бұрынғы өткен заманда бір дана ұстазға сұрақ қойыпты: параны кім алады деп. Бұл табиғаттың заңы депті. Кедей алса бұл қылмыс, бай алса бұл келісім, ал патша алса бұл салық. Ал егер кедей де бай да патша да пара алсашы деп сұрапты халық. Онда бұл жай ғана ескі дәстүр болып қала береді деп жауап беріпті. Сонымен пара дегеніміз не? Бұл заңсыз немесе әділетсіз пайда алу мақсатында ұсынылатын материалдық немесе қаржылық сыйақы. Ол тек ақшамен шектелмейді. Қызмет, сыйлық, жеңілдіктер, мұның барлығы параның түрлері болып саналады. Пара алудың себептері қандай? Кімдер пара береді? Пара алу мен беру көп жағдайда әлеуметтік және экономикалық факторларға байланысты. Кейбір адамдар жалақысын аз көріп, табысын арттыру үшін пара алады, әсіресе экономикалық қиындыққа тап болғандар. Қоғамдағы жемқорлық деңгейі мен жауапкершіліктің әлсіздігі, егер жүйе жемқорлықты қалыпты құбылыс ретінде қабылдаса және оған қарсы шаралар әлсіз болса, онда адамдар пара алуды өз міндеттерінің бір бөлігі ретінде көре бастайды. Биліктің ықпалы. Лауазымды тұлғалар өз билігін пайдаланып басқаларды жемқорлыққа итермелеуі мүмкін. Кейде адамдар өмір сүру үшін пара алуға мәжбүр болады. Басқа салаларда немесе ортада бәрі осылай істейді деген ұстаным болады. Адамдар бұл жүйеге бейімделуге тырысады. Ал енді параны кімдер береді? Біріншіден, қарапайым азаматтар. Жұмысқа орналасу, медициналық көмек алу, айыппұлдардан құтылу немесе кезекті айналып өту үшін пара береді. Кәсіпкерлер мен бизнес элита мемлекеттік тендерлерді жеңіп алу, рұқсат қағаздарын жылдам алу, салықтан жалтару немесе бәсекелестерін ығыстыру үшін пара береді. Лауазымды тұлғалар мен шенеуніктер жоғарғы қызметке көтерілу, қызметтік тергеуден құтылу немесе өз мүдделерін қорғау үшін жемқорлыққа барады. Құқық қорғау органдары мен сот қызметкерлері әділ шешім қабылдаудың орнына өз пайдасын ойлап, белгілі бір адамдарға көмектесу үшін пара беретін жағдайлар кездеседі. Студенттер мен ата-аналар емтиханнан өту, диплом алу, балабақшадан кезек алу немесе университетке түсу үшін оқытушылар мен оқу орындарына пара береді. Неліктен адамдар пара беруге мәжбүр? Бұл жүйенің осалдығы, егер пара бермесе мәселе шешілмейді деген сенім қалыптасқан. Уақыт үнемдеу, кезек күтпей көп парақтарды оқып толтырмай тірліктерді жылдам бітіру, мүмкіндікті пайдалану, көбірек пайда табу, лауазымға ие болу немесе артықшылыққа қол жеткізу мақсатында. Пара беру мен алудың басты себебі адамдардың жүйеге деген сенімнің төмендігі және әділеттілікке күмәнмен қарауы. Егер қоғам заң мен тәртіпті қатаң ұстанса, парақорлық деңгейі күрт төмендейді. Сыбайлас жемқорлықтың тарихы. Пара беру жүйесі қалай құрылды? Жемқорлық адамзат өркениетінің алғашқы күндерінен бастап бар. Ежелгі Мысыр, Вавилон, Осман, Алтын Орда, орыс боярлары мен Рим империяларында да Ұлы жібек жолында да билік иелері заңды айналып өту үшін пара алған. Орта ғасырларда парақорлық мемлекеттік қызметтің ажырамас бөлігіне айналып, тіпті кейбір билеушілер үшін кіріс көзі болды. Парақорлық билікпен қатар жүретін ескі дерт. Бірақ тарих көрсеткендей, жемқорлық ақыры мемлекетті әлсіретеді, халықтың наразылығын тудырады және билеушілердің құлауына себеп болады. Көптеген империялар осының салдарынан күйреп тарих беттерінде ащы сабақ болып қалды. Мысалы, Рим заң, сәулет, әскери өнер мен басқарудың шыңына жеткен ұлы өркениет болды. Акведуктар, Колизей, Рим құқығы барлығы кейінгі құрылған мемлекеттерге, жалпы әлемге жақсы жағына әсер етті. Алайда жемқорлық оны іштен ірітті, лауазымдар сатылды, әскердің адалдығы алтынға бағаланды, шенеуніктер қазынаны тонады. Ақыры әлсіреген Рим 476 жылы сырттан келген жаудың соққысына төтеп бере алмай құрыды. Заманауи кезеңде жемқорлық түрлі формада жалғасуда. Мемлекеттік келісім шарттарды сатып алу, сайлау нәтижелеріне әсер ету, сот шешімдерін өзгерту және тағда басқа. Ақпараттық технологиялардың дамуы жемқорлықтың күрделі схемаларын ашуға мүмкіндік бергенімен, ол әлі де көптеген елдерде маңызды мәселе болып отыр. Барлығы пара беруді тоқтатса не болады? Егер адамдар пара беруді доғарса, қоғамдағы өзгерістер бірден байқалар еді. Мемлекеттік жүйе әлде қайда ашық әрі әділетті болар еді. Қоғамдық қызметтер сапалырақ болады, өйткені шешімдер әділ жолмен қабылданады. Экономикалық өсу артып, кәсіпкерлердің әділ бәсекелестікке түсуіне мүмкіндік туады. Халықтың билікке деген сенімі артады. Елде қылмыс азайып, байда бақуатты адамдар көбейіп,
ел емес әлемнің болашағын ойлайтын ғалым ғұламалар көбейер еді. Сыбайлас жемқорлықты жеңу мүмкін бе? Бұған қол жеткізген елдердің мысалдары: біріншіден, Сингапур 1965 жылы тәуелсіздік алған кезде жемқорлық кең таралған ел еді. Ли Куан Ю қатаң реформалар жүргізіп, жалақыны көтеріп, заңдарды күшейтіп, пара алғандарды қатаң жазалады. Ашық басқару, әділ сот және есептілік жүйесі енгізілді. Бүгінде Сингапур әлемдегі ең таза басқарылатын елдердің бірі. Дания мен Финляндия жемқорлыққа қарсы ашық саясат жүргізіп, мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін күшейтті. Грузия бұрын жемқорлық жайлаған елде полиция мен мемлекет секторы реформалары жүргізілді. Нәтижесінде бүгінде пара беру деңгейі күрт төмендеді. Парақорлықты тоқтату үшін не істеу керек? Жемқорлықты жою үшін әр адам өз үлесін қоса алады. Құқықтық сауаттылықты арттыру, адамдар өз құқықтарын білсе пара бермейді. Жауапкершілікті күшейту, заң бұзғандар қатаң жазаға тартылуы керек. Ол дегеніміз мүлкін тәркілеу, ұзақ мерзімді бас бостандығынан айыру, мемлекеттік қызметтен өмір бойына шеттету, қара тізімге енгізу, мемлекеттік және бизнес саласында қызмет етуге өмір бойы тыйым салу, және қоғамдық еңбек. Пара алған адам жемқорлықтың зардабын өз көзімен көру керек. Бұлар пара алған берген адамдарға ең тиімді жаза түрі болып табылады. Және де білім беру жүйесін реформалау, жастарға адалдық пен әділдікті қашанда қай уақытта болмасын үйрету, ол өте маңызды. Мұхаммед саллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың өсиет хадистерінде 200 адам мен пара туралы былай делінген: парақорлық туған жерде әділдік, имандылық пен арият жоғалады. Бұл дүниеде 200 болған адамға жаза ретінде 2 айыр от тілі бұйырылды. Пара бергенде, алғанда отқа кет. Мұсылман баласын алдап, зиянын тигізуші, өзгеге ұнамайтын істі жасаушы адам біздің ортамызға жат. Ерлік имандылықтан, ал үрей алдамшылықтан туады. 200-ліктің 3 белгісі бар. Аузын ашса жалған сөйлейді, өз уәдесінде тұрмайды, өзгенің тапсырмасын аяқ асты етеді, жауапкершілікті білмейді, аманатқа қиянат жасайды. Жалған сөйлейтін Құдайдың алдында жауапты екенін сезінбейді, ал мұсылман баласы өтірік айтпайды, уәдесінде тұрады. Қорытындылай келе, парақорлық кез келген қоғамның дамуын тежейтін дерт. Оның тамыры терең болғанымен оны жою мүмкін. Әрбір адам адалдық қағидаларын ұстанып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске өз үлесін қосса, болашақ таза әрі әділетті болады.